Мен бүгін тағы айтам, тағы айтудан жалықпаймын. Осы 3-4 күннің алдында гәне Дәстүр деген фильмнің масқаралығын және сұмдықтығын айтып TikTokқа видео шығарып едім. Не себепті екенін білмеймін, TikTok оны өшіріп тастады. Соны көрмеген кісілер болса, мен тағы қысқаша түсіндіре кетейін. Фильмнің аты Дәстүр. Бір ауылдың фермер байдың баласы болады, ол бұзық болады. Сол ауылда бір қарапайым кісінің қызын зорлап қояды. Содан арада айғай-шу болады, бірақ фермер қыздың әкесіне ақша ұсынады да, сөйтіп екеуін үйлендіреді, ұл сотталып кетпеу үшін. Сөйтеді, той үстінде қорланған қыз тойдан қашып шығады да, орман арасына барып асылып өледі. Оны көрген жігіттің есі ауысады, сол жерде жаңағы жын кіреді. Сөйтіп ол қызды көтеріп алып келеді да, өзінің бөлмесіне жасырып қояды. Бірнеше күн бойы бөлмесінен шығармайды. Қыздың ата-енесі келін қайда тамақ жасасын, шай құйсын десе, неше түрлі сылтау айтып шығартпайды. Бірақ масқаралық сол жерде басталады. Сол мәйітпен жігіт жыныстық қатынасқа түседі. Бұл дәстүр емес, бұл нағыз арабтың идеологиясы. Ол қазір Арабта сақталған, Мысыр елінде сақталған, Иранда сақталған және Ауғанстанда сақталған. Өзінің әйелі қайтыс болғаннан кейін бірнеше сағат немесе бір күннің ішінде жыныстық қатынасқа түсуге болатын, бұл рұқсат етілген оларға. Тура сол жағдайды бізге мына фильм арқылы насихаттап жатыр. Бұл деген сұмдық жағдай енді. Ал дәстүр деп айтады, кейін біздің өсіп келе жатқан ұрпақ ойлайды, мына дәстүр деген, бізде де бар екен мәйітпен жыныстық қатынасқа түсу деп. Бұны ғылымда некрофилия дейді. Бұл нағыз арабтың идеологиясы бұл жерде жүріп жатқан. Содан кейін жігіттің есі ауысады, молданы шақырады, молда сол жерде жаңағы Құран сүрелерін оқиды, жыны шығарған сияқты болады. Қысқасы фильм солай. Ал соның арасына білдіртпей сондай арабтың идеологиясы сіңіріп жергені, бұны қалайша сол фильмді кинотеатрлар қабылдайтын кезде фильтрдан өтіп кеткен, сол бұның арастарында үлкен бір сұмдық жатқан сияқты. Мен TikToktан көріп жүрмін, қаншама мына ар-намысы жоғалтпаған ұлдар, қыздар, жігіттер айғайлап, шыңғырып айтып жатыр. Бірақ неге зина жасау харам, шашын көрінсе күйесің, жанасың, екі күннің бірінде анан айтып қорқытып, мынан айтып шошытып жүрген халықты молдалар, сендер неғып үнсізсіңдер? Сондай масқаралықты көрген кезде неге бір ауыз айтпайсыңдар сендер? Жоқ, әлде ым-жымдарың бір ма солармен? Бұл деген масқара. Мына арабтың идеологиясы қазаққа білінбей сіңіп келе жатыр, байқайсыздар ма? Негізі талақ деген сөз, қазір қазақ білмейтін, талақ деген сөздің қашан келген екен. Өйткені ол жайлап қазақтың миына сіңіріп жерген, қазір талақ деген сөз қалыпты жағдай болып қалды. Енді кейінгі осы бір 5-10 жыл, ары кетсе 10 жылдың ішінде бізге мәхір деген дүниені сіңірді. Қазір мәхірдің өзі мына жастардың арасына үлкен ірткі сап жатыр. Оны мен айтпасам да сіздер де көріп жатсыздар, біліп жатсыздар. Енді мына некрофилия, өлген адаммен жыныстық қатынасқа түсу, тура арабтың дәстүрін бізге сіңіріп жатыр. Бұл деген масқара. Бұны біз айтудан жалықпаймыз, керек болса бұны билікке де жеткіземіз. Бір өкінішті, бір ішіңді ашытатын дүние, қазақтың ана дүниесі, мына дүние үшін, екі дүние үшін қызмет етіп жатырмын, ұстаздық қылып жатырмын, ғұламамын, ғалыммын деп жүргендер, осындай кезде тілін тістеп үнсіз отырған ар жағында үлкен гаппар сияқты. Солай ашынасың, ашынғаннан шыққан ашты даусың дейді. Біздің бар қазірше қолымыздан келетін осы, бірақ оны жоғарға жеткізетіміз ол айдан анық. Мына қазақтың ары намысы жоғалмаған ұл-қыздар, жігіттер бәріміз біргеміз, үніміз бірге. Болсын әрқашан қазақтың рухын таптатпайық. Қаяқтағы бір бұтында дамбалы жоқ біреулерді әкеп, біздің қазақтың жеріне, қазақтың еліне әкеп, қайдағы іріген, чірген дүниені тықпалауға жол бермейміз.